Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Тоғжан. Бүгін біз сіздермен эклер дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға су мен сүтті қосып, оның үстіне сары май қосып, отқа қойып, сары майымызды ерітеміз. Енді елеуіштен өткізілген ұнымызды саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін бір шымшудан тұз бен қантымызды қосамыз. Енді бір-бірлеп жұмыртқаларымызды қоса бастайтыныз. Мұнда айта кететін бір жайт, егер сіздің қамырыңыз кішкене қою болып қалса, онда жұмыртқадан 3 немесе одан да көп жұмыртқаны салу керек. Менде сұйық болғаннан кейін мен 2 жұмыртқа салдым. Енді біздің дайын болған қамырды салафанға, яғни қапшыққа саламыз. Енді пергамент қағазына қапшықтан кішкентай тесік жасап, осындай фигура шығарамыз. Эклерге көбінесе негізі қайнатпалы крем қолданады. Екі жұмыртқаны жарып алып, оның үстіне қант қосамыз. Енді ұн салып, сүт қойып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осы дайын болған массамызды отқа қойып, осындай масса болмағанша барлығын үздіксіз араластырып отырамыз. Міне біздің эклерлеріміз дайын болды. Енді сол бір эклерден кішкентай тесік жасап, жаңа қапшықты салған начинканы ішіне саламыз. Міне біздің эклерлер дайын болды. Бұл өте дәмді десерттерінің бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.